Қыс, көктем, күз жұқпалы аурулардың қозатын мезгілі. Әсіресе күтпеген жерден тамағымыз жыбырлап, қызарып шыға келеді. Кешке жап-жақсы болып жұмыстан келесін. Таңертең даусын өзгеріп, тамағың қыши бастайды. Бұл вирустың қашан және қалай жұққанын аңғармай да қаламыз. Балабақшаға, мектепке баратын балаларды да вирус айналып өтпейді. Олардың да ауырғанын қаламаймыз, қорғағымыз келеді. Сондықтан да бұл жайсыздықтың алдын алу үшін дәрі ішіп, ине салдыруға асығудың қажеті жоқ. Тек үй жағдайында мына әдісті қолданып көріңіз. Өзіңізге де, кішкентайларға да керемет көмектеседі. Тұзды су. Күніне 2-3 рет тамағыңызды тұзды сумен шайыңыз. Әсіресе таңертең ұйқыдан тұрған бойда бет-қолыңызды жуа салысымен 1 стақан тұзды сумен тамағыңызды, ауыз қуысын шаясыз. Йод қосылған су. 1 стақан жылы суға 2 тамшы йод тамызып, жақсылап араластырыңыз. Дайын болған емдік сусынмен тамағыңызды шайыңыз. Емді күніне бірнеше рет қайталасаңыз, суық тию қаупін азайтады және аурулардың өршуін жеңілдетеді. Сутегінің асқын тотығы. Пайдасы шаш етектен болатын бұл сұйықтықты дәріхана сөрелерінен кездестіреміз. Ем үшін 0,5%-дығын таңдап аласыз. 1 стақан жылы суға 1-2 тамшы тамызып, аузыңызды, мұрныңызды шайсаңыз болады. Бұл тамағыңыздың қызарғанын, жыбырлағанын емдеп қана қоймайды. Сонымен қатар, ауыз қуысында кездесетін барлық ауруларға ем болады. Ас содасы. Татымы жағымсыз болғанымен, емдік қасиеті күшті. 1 стақан жылы суға 1 шай қасық ас содасын араластырып, аузыңызды, тамағыңызды шайыңыз. Емді күніне 2-3 рет қайталасаңыз, керемет нәтижесін бір күнде байқайсыз. Бұл әдістің қайсысын жасасаңыз да ем болатынына сеніңіз. Достар, бүгін дайындаған пайдалы ақпаратым ұнаса, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Аман сау болыңыздар.